Баршаңызға сәлем, мен есімім Фариза. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай иісі бұрқыраған, әдемі болып, дәмді болып шығатын люля кебаптың рецептімен бөлісемін. Бұл люля әдеттегідей мангалда отта піспесе де, отта піскеннен де кем емес, өте дәмді болып шығады. Біз оны духовкада пісіретін боламыз. Өздеріңіз көргендей, әдемі иісі бұрқырап тұр. Ол үшін бізге ең алдымен фарш керек. Менде сиырдың етінен фарш және кішкене тауықтың филесін алдым. Сіз филе қоспасаңыз да болады. Және пияз, кішкене орташа ашты бұрыш, сәбіз, капуста және чеснок, укроп, кинза керек. Ең алдымен міне осылай тек қана көкөністерді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Пияз, перец, капуста, сәбіз және чесногымызды бәрін араластырып ет тартқыштан өткіземіз. Міне осылай ет тартқыштан өткізіп, жақсылап дұршылапқа салып, кішкене суын шығарып тастаймыз. Одан кейін фаршымызды, куриный филемізді кішкене кинза, укроп қосып, және бір-екі тіл нан қосып жібереміз. Фаршымыз сұйық болмау үшін. Одан кейін кішкене кориандр салам. Ет дәмдеу үшін салам кішкене. Қызыл бұрыш, аштылау кішкене, тұз және қара бұрыш салып жақсылап араластырам. Араластырып кішкене ұрып аламыз. Одан кейін видеода көріп отырғандарыңыздай қолдарыңызды майлап, осылай люля кебаптың формасын жасай аламыз. Фольгамен жақсылап бетін жауып, духовкада 180 градуста 40 минут пісіреміз. Люлямыз дайын болғанша, кішкене қасына пияз маринаттайық. Пиязды домалақтап турап алып, кішкене үстіне су құйып, суық су. Кішкене уксус құйдым. Кішкене араластырып, қайтадан су төгіп тастаймыз. Одан кейін осылай укропты жақсылап ұсақтап турап алып, кішкене қызыл бұрыш салып, үстіне ашты бұрыш. Мінекей маринатталған пиязымыз дайын. Одан кейін үстіне соусын дайындайтын боламыз. Кішкене пияз, 2 қасық томат пастасы және укроп, кішкене кинза саламыз. Және кішкене су құямыз, суық су, қара бұрыш, тұз. Және блендермен жақсылап езіп аламыз. Соусымыз дайын болды. Мінекей барлығы дайын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Ас болсын.